Қазір хит болып жатқан тарыдан десерт жасаймыз. Ол үшін тарымызды жақсылап жуып аламыз. Тарымызды керекті мөлшерде, сосын оны тарының үстіне қайнап тұрған сүт құйып бұқтырып қоямыз. Тарымыз жібігенше, жібіп болғаннан кейін кез келген дүкен қаймағын и сгущенка саламыз. Мен 20% қаймақ салдым, и сгущенкадан лакомка дегенді таңдадым. Дәміне қарай салдым, сгущенканы, қаймақты бәрін салып жіберуге де болады. Менікі осындай кішкентай болған соң. Сосын барлығын сгущенканы, қаймақты, тарымызды барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай қою болып шығады, күшті десе бетіне әрлеуге де болады. Әртүрлі заттармен бетіне әрлеуге болады. Бананмен, жаңғақпен. Осылай шайға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Маған тіркеп алыңыздар.